жатыр, иә? Осы сұрақтар бойынша мына жерге нысанада 5 сұраққа белгілеп қойғанбыз, иә? Мынаны лақтырған кезде жақсылық тілеймін, сабақта белсенді отырыңдар. Сендерге тілерім суырылып алыстан шығыңдар, ал бізге жеңіс тілеймін. Ал енді балалар, сабақты жақсы тілекпен бір-бірімізді тілек айтып алдық. Енді өткен сабаққа шолу жасап. Не көріп тұрмыз? Смайлик. Смайликтер бар екен, иә. Қандай смайликтер көріп тұрмыз? Жұлдыз. Енді әрқайсыларын жеке-жеке осы белгілер бойынша орындарымызды тез-тез ауыстыра қояйық. Миданы жүрекшелер мұнда келеміз. Мишық дөңгелек смайлик мұнда келеміз. Тез балдар. Енді адамның басында орналасады. Барлығымызды білеміз қой, миымыз қайда тұрғанын білетін шығармыз. Осы қуыстан не орналасады екен балалар? Ми орналасады екен. Мидың пішіні өзіміз жаңа көрдік. Неге ұқсатты балалар? Жаңа ұқсатты. Енді осымен толыққанды танысатын боламыз. Жарайды, көпір. Ордалық ми. Сыңарлары, ал қызыл түспен боялған аралық ми, ақ түспен боялған орталық ми, сары түспен боялғанымыз көпір, жасыл түспен боялғанымыз сопақша ми, ал көк түспен боялғанымыз мишық. Мишық екен, иә? Осыған қосымша балалар, сендер осылар туралы кішкене мәлімет айтып шықсаңдар, өте жақсы болар еді. Көпір не істейтінін, үлкен ми сыңарларына не тән екенін, жарайды, үлкен ми сыңарлар одан кейін өтетін тақырыбымыз. Бұл жерде бізде мишық туралы мәлімет айтуға